Армысыздар әлеумет алқалаған, өмір атты жолменен жортады адам, асқаралы жасқа кеп алпыстеген, шашағардан шал болды шалқараған. Қабыл болып тілегі тәмам елдің, шалқи берсін шаттығы санал ердің. Бойынан да ой үлкен жақсылама, жақсылығын тілеймін бар әлемнің. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірлі көпшілік, қош келіпсіздер. Той құтты болсын. Ендеше көп күттірмей, той иелерін құрметпен, қошеметпен ортамызға шақырайық. Айқарашып, бәріміз тұрмыз құшақ, кетіпсіз ғой жарқыда жұлдыз құсақ. Аққалпаққа қатып тұр Алатаудан, атпен асып кеп қалған қырғыз құсақ деп, ағама бір қол шапалақ ұрып қойыңыздар ағайын. Біреу айтқан екен, мынау 60 деген бір оңбаған жас екен депті. Неге десе, ғашық болайын десең кәрі сияқтысың, өлейін десең жас сияқтысың, майсайын десең бел жібермейді, қылымсайын десең ар жібермейді. Сыртқа шығайын десең немере жібермейді, тұрайын десең аяқ жібермейді, жатайын десең ұйқың келмейді деп тұр. 50 ердің жасы дейді, 60 мәненің басы дейді, 70 оттың қасы, 80 жоқтың қасы. 90-ға келгеніңде торғайдайсың, көшкенде көлігіңді зорғайдайсың. Әйел балаң тіліңді қайырған соң, төсегіңде отырып ой ойлайсың деген екен бабалар. Сол жастың бәріне аман есен жетіп, осы ел жұртыңызбен бірге тойлай беру нәсіп бола берсін. Әдейі Рамазан айында оразасын қазақ қойған адамның 60 күн кафарат өтеуі, шариғат бойынша 60-қа толған адамның жамандықтардан тыйылып, ізгі амал жасап, тәубе етіп үлгеруіне толық мүмкіндігі бар адам 60 жылдық ғұмырдың толық соған жететін ғұмыр болып саналуы, осы 60 жастың мәнін білдірсе керек. Расында да бұл балалықпен, шалалықпен қош айтысып, ары қарай даналықпен дос болатын уақыт. Мінекей соған қадам басқан бүгінгі шалқарадағы ағамыздың шаттығы ұзағынан болғай деп, ақ тілектерін арқалап келіп тұрған келесі топ, алғашқы топ, ол енді мамам Данахан депті. Серік ағам Баян жеңгем Айдын Гүлназ дейді. Разбаяға Шайыпхан жеңге, Алтайға Зейнегүл жеңге, Нұргүл тәте, Айгүл тәте, Әсет Сара және Талғат Қарлығаш дейді. Қонақтарды сөздің кезегінде күтеміз, келіп кетіңіздер, ақ тілектеріңізді төгіп кетіңіздер, қадірлеріңізді беріп кетіңіздер, қадірлі қонақтар. Шалқарағанның бақыты, шаттыққа толы күндері, бірінен бірі сұлуғып Алланың берген гүлдері. Жары мен ұлы жанында алаңсыз өмір сүргені. Осылардан да зор бақыт, 60-қа толған шағында анаңның тірі жүргені ағайын мінекей. Сондықтан Шалқараға нағыз бақыттаға алдын ала Данихан апамызға бір қол шапалақ шабыт ұсынып қояйық ағайын. Келіңіз. Апа, онсызда дос болсаң саз екен, тағы да бір алтын болсын да, берекесімен болсын, осылай алтындай жақырап аман есен жүре беріңіз. Елесін қосып дұғаға, күтемін жасап күн ара, шапқылап жүрген шаршамай, алтын ой жеңген қыл ара. Ағам да алтын,
әйтпесе мінезі жайсыз еркекпен әйелі бірге тұра ма деп қол жабала қойып қойыңыздар ағайын. Клара да алтын, Шалқар ағам да алтын, қошеметтеріңіз болсын. Бәрекелді. Қадірлі ағайын, әншілікпен шыққан атағы ұзын елдің иіріне, қысқы елдің қиырына жетіп жатқан өнерпаздар көп қой. Дауысынан жұлдыздар дірілдеген, көмейінен кәдімгі күмісіні төгілген небір дауылпаз, өнерпаздар көп болғанымен де қазақтың дархан даласының үні менің құлағыма Рамазан ағаның даусындай болып елестейді. Дәстүрлі әнде басқаңызға қалай екенін білмеймін, өз басыма осы Рамазан ағамыздың алдына түсіп кететін өнерпаз жоқ сияқты болып тұрады. Сондықтан қазақтың Рамазаны, Рамазан Исламғазы бұлдарыңызды қошеметпен қарсы алып қойыңыздар ағайын. Ал Рамазан аға орта сізді. Бисмилля. Жиырма бес он шаман болау, қайтып келмес ау, жастықтың ау, әй ойлауған мен, шіркін-ай қолғау бермес. Үн тозу суалды қояу, тамыр біткен ей, үміт жоғау, ай жас күнімдай, жалған-ай ойлауғаны мен. Жалған-ай келмес саған. Төресі жігіттің де серінің де дәл мұндай қоңыраулы қоңыр үнге қол соқтып сұранбақ бұл өмірінде. Себебі адамдардың өз ақ біліп қошеметтей беретін қазақтың Рамазанына тағы бір құрмет танытам десеңіздер, еріксіздерде қайтып өтеді. Барлық әпкелеріме, апаларыма арнап, Жұлдыз Османованың «Алма, алма» деген әнін ортаға келіп бір әдемі билеп қайтыңыздар, қабыл алыңыздар, «Алма, алма». Тартып тұрғанда қалау ерік, орнымыздан қозғалау шаба келіп, адағайын қайтадан жайғасайық, шаршап қалып жүрмейік шаба беріп деп, сіздерді орындарыңызға шақырамыз, жайғасыңыздар. Мынау экранға назар салсаңыздар, бұл жерде бір суреттер шығады, және бұл суреттердің бәрі осы тойға қатысты адамдардың есімі, көп емес. Араларыңыздағы бір адамның есімі.
Мынау қандай қонақтың аты кім табады? Аха. Дұрыс айтасыз. Бұл Аймангүл деген қонағымыздың аты екен. Мынау кімнің есімі? Бұл кім? Айтыңыз. Аха. Ассалаумағалейкум, мен ойлап тұрмын, осы Домбай дейді. Жоқ, Домбай деген адам жоқ бұл тойда. Омбай деген бақтығар, бірақ Домбай жоқ. Кім айтады? Пердебай. Дұрыс айтасыз. Бұл Пердебай деген кісінің есімі. Пердебай бар ма ортада? Өзі бар? Бәрекелді. Анау домбыраның пердесі, анау алдар көсіндегі бай ғой. Ал келесісіне көшейік. Мынау кімнің есімі? Кім айтты? Шалғар деген кісінің есімі екені. Анау Шал фильміндегі бас актері, бірақ екі-үш адам айтты. Бірден бәрі айтып кетті ме? Не болды өзі? Кімге сыйлық береміз сонда? Үш рет сыйлық алып кеп, мен айттым дегендерге бере салыңыздар сен. Бұл кімнің есімі? Дауыстап айта салыңыз. Жоқ. Балажан емес. Балжан емес. Ұлжан деп кім бірінші айтты? Осы кісіге бір сыйлық, сосын мұнда тағы да бір сыйлық алып кетші. Білесіздер ғой, бұл кісі өмір бойы мынау ішкі істер саласында қызмет етті. Талай жыл гаишник болды. Осы сіздердің араларыңызда Шалқар ағамыздың шарапатымен гаидан аман-есен құтылып кеткен адамдар бар ма мысалы? Звондайды ғой, қолын көтерсінші. Кім гаиға түскенде Шәкеңе телефон соққан осы өмірінде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ой көп екен. Енді жалпы айтпағым, шариғат былай дейді екен ғой, адамдардың жақсысы дейді екен, адамдарға пайдалысы дейді екен ғой. Мінекей Шәкең осылай елінің жұртының пайдасына өмір сүрген азамат екен. Енді бірақ Шәке, бұдан былай көлік тоқтататын жастан өтіп кеттіңіз, енді өзіңізді тоқтататын жасқа жеттіңіз. Бұдан былай ашуланып тұрсаңыз, сабыр қыласыз, шаршап тұрсаңыз да шаруаға ұмтыласыз. Солай өмір сүруді Алла сізге нәсіп етсін дейміз. Енді 60-ға жеткен де бар, жетпеген де бар. Бүгін мінекей үлкен абыроймен жетіп отырсыз. Алла ұзағынан сүйіндірсін, берекелі болсын. Сіз енді үлкендердің батасын алдыңыз. Жаңа Шалқардың шапағаты тиген адам бар ма деген кезде осы жерде 10-нан астам адам қол көтеріп жатыр. Біз сияқты ұялып қол көтермегендер бар. Сол сияқты қаншама жұртқа шарапатыңыз дейіп, елдің батасын алып, осы жасқа жеттіңіз. Біз құда болып қарындасымыздың артынан келген кезде Шалқар ағамыз 28-дегі қылшылдаған жігіт екен. Біз әлі ол кезде жасымыз 20-ға толмаған бозбала едік. Содан бері қарай ай-шай деспей, мінекей 30 жылдан астам уақыт сыйласып келе жатудың өзі бір үлкен абырой, бір үлкен жақсылық. Бәрекелді. Сөздің майталмандарынан кейін микрофонды қайталғандар аз болушы еді. Не дейсіздер? Қосыламыз ба? Баяғыда бір кісі 60 жас тойын берсе, бір жақын інісі белгілі себептермен бара алмай қалып, кейіннен үйіне құтты болсын деп кіріп шығыпты. Шай ішіп отырғанда сұрапты: аға, өмірдің біраз белесіне өттіңіз енді. 10 жас, 20, 30, 40, 50, енді мінекей 60-ға жеттіңіз. Осы өткен жасыңыздың, сүрген өміріңіздің ішіндегі ең жаманы қайсысы екен десе, 60 екен депті ғой. Оның несі жаман екен десе, өкімет жассың деп пенсия бермейді, қыз келіншек кәрісің деп көзін үзбейді деген екен. Бағана сол 60 жайлы айтқандағы бір әңгіме осы. Сол айтқандай жастың жаманына келсеңіз де адамның жақсысы болып аман-есен жүріңіз. Бағана Мұхан айтты ғой, негізі ол арманның жас деді ғой. Осы әншілер келгенге рахат. Бір ән шықса, сол әнді 10 жыл, 15 жыл айтылып жүре береді. Бәрі тойға шақырғанда сол әнмен барады, құрмет сыйын көретін айтады. Асама дейтін жұртқа қиын. Бір тойда айтқанын екінші тойға айтсаң, үшінші тойда сені шақырмай қояды. Одан қайталай береді екен деді. Сондықтан әр тойда жаңа бір нәрсе алып келуге тырысамын.
Мені бұл ортада көріп жүрген адамдар бір шама бар. Мен енді ешқандай тойда айтпаған, қазір логикалық жұмбақтарды айтып келдім. Соны жасырамын, бірақ бұл жолы кім бірінші жауап береді, сыйлық соған болады. Сондықтан айғайлап айтыңыздар, жауабын білсеңіздер. Қай жерде 10-ға 3-ті қосқанда 1 болады? Тез айтыңыз. Дұрыс айтады. Сағат тілінде 10-ға 3-ті қосқанда 1 болады. Бәрекелді. Күн мен түн неден аяқталады? Неден аяқталады? Орныңыздан тұрып қойыңыз. Тек қана көйел керек, бірақ үшірей дейді ол не? Дұрыс айтады. Адамның жасы. Адамдар оны тілейді. Бірақ ол келгенде бәрі қашады ол не? Адамдар тілейді сол болса деп. Кәріліктен ішін қашып құтылмайды ғой. Одан қашқаныз құтыласыз. Жоқ. Өлімнен құтылған адамның мен сізден естіп тұрмын. Адамның бәрі оны тілейді, бірақ ол келгенде қашады. Ал, кім айтты? Жаңбыр дұрыс айтады. Ең үлкен тәжді қандай патша киеді? Ау. Дұрыс айтады. Ең үлкен тәжді ең басы да патша киеді. Ағамыз жеңімпаз. Қазір атаңнан бота қалғанша фото қалсын деген мақал шықты дейді ғой. Мынау суретке түсіп сүннет амал сияқты жұртпен бар жолап кетеді, осы күні жинал демесек қане. Жақсылап осы сәтті естелікке басып алыңыздар. Енді не дейміз? Ұйқы көрмей, қараңғы түн, әппақ таң, жортып жүріп, жолдан пайда көп тапқан, шалқар ағам, мықты адам ғой, ағайын, аман өткен талай сүрлеу соқпақтан, жеңіл көлік бұлай тұрсын, ол түгіл, камазды да бір қолмен тоқтатқан деп, қол жабалап ұрып қойыңыздар ағайын мінеді. Өсіп отқан ол қыздарыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріңіздер. Алла Тағала баршамызды екі дүниенің жақсылығын, екі дүниенің байлығын нәсіп етсін. Той тойға ұлассын. Шалқар ағам адам ғой, шын арайлы, мықтылығы талайды, мың орайды, кіші жүздің қызымен алысуға анша-мұнша жігіттер шыдамайды деп, Атыраудың күйі баласына бір қол жабалап ұрып қойсаңыздар ағайын. Қазір енді мен әйел кісілер ойынға шықсыншы деп тұрмын. Жақсы сыйлық ұтып алғысы келетін екі әйел керек маған, бірақ ол әйелдер жай ғана емес, мұсылманшылықтан, шариғаттан кішкене хабары бар әйелдер болу керек. Және кішкене қолдары шапшаң әйелдер болу керек. Мен мұнда көптеген сұрақтардың жауабын тізіп тастаймын. Сөйтемін дағы айтқан уақытында дұрыс жауапты бір қолдарыңызбен кім көбірек жинайды, сол жеңімпаз болады ғой қысқасы. Жәннаттың кілті. Опа, молодец. Намаздың кілті. Сіз таптыңыз, бәрекелді. Не жесе оразаны бұзбайды. Барлық нәрсе оразаны бұзады, бірақ бір нәрсе жесе ораза бұзылмайды деген бәрекелді. Таяқ жесе ораза бұзылмайды, дұрыс. Ал енді Құрандағы ең ұзын сүре. Опа, молодец, Бақара. Құрандағы ең қысқа сүре. Құранда қайда жүрсіз сіз? Қабыл болған жағдайда анаңнан туғандай тазартатын құлшылық. Опа, дұрыс аға. Алланың ашуын басатын амал. Алланың ашуын басатын амал. Жоқ, опа, дұрыс. Анаңсы бірінші алдың негізі. Сіз жоқ бердіңіз. Садақа аға. Байларға міндеттелген парыз, зекет, дұрыс аға. Құранның 3-тен 1-іне теңестіре. Иә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 екен. Өзі 20 сұрақ болатын, 13-тен 7 есебімен сіз жеңіске жеттіңіз, бәрекелді, жүлдеңіз құтты болсын. Бірінші орын алғанға үлкен сынға, екінші орын алғанға ортаншы сынға. Сіздерге ойының шарты мынандай. 1, 2, 3 дегенде бастайсыздар, мынау үкінің қаулысыны қайдан қойылған. Осыны ауаға үрлейсіздер. Кім жерге түсірмей көбірек үрлеп ауада ұстап тұралса, сол жеңімпаз болады. Келсін ба? Үстелге соғысып қалуымыз мүмкін, бұлай кетіп қалуымыз мүмкін. Дегенмен Алла жар болсын, бұлай ғой. Көрдіңіз бе? Түсірмей ойнауға болады.
кім бірінші түсіріп қойса жеңіледі кәдімгі молодец сәулетпен ат жарапты әрбір үшінші санның орнына шатаспаймын деген сөзді айтып 30-ға дейін санап шығу керек. Мысалға 1, 2, 3 деу керек қой. 3 демейсіз шатаспаймын деп айтасыз. 4, 5, 6 деу керек қой. Шатаспаймын дейсіз. 7, 8 шатаспаймын деген сияқты 30-ға дейін кім шатаспайды, онда сол жеңімпаз болады. 1, 2 шатаспаймын, 4, 5 шатаспаймын, 7, 8 шатаспаймын, 10, 11 шатаспаймын, 14, 15 шатаспаймын. 10, 11 шатаспаймын дегеннен кейін 13 болу керек еді. Ал енді сіз көріңіз. 2 шатаспаймын, 4, 5 шатаспаймын, 7, 8 шатаспаймын, 10, 11 шатаспаймын, 13, 14 шатаспаймын, 16, 17 шатаспаймын, 19, 20 шатаспаймын, 20, 22 шатаспаймын. Шатасып кеттіңіздер. Иә, ауру адамға бәрі керек, сау адамға бәрі керек дейді. Сондықтан әйтеуір керек дүниенің артығы жоқ, үйіңізге, игілігіңізге пайдаланыңыз. Алла жарылсын, енді бізде бір екі сыйлық қалған екен. Оның орайын қазір көріп жатырмыз. Әзірге бір сөздің кезегі. Шалқар ағамның кластас достары. Айтайын десе кейін сол болсын. Ең жаман балам, ең жаман немерең, ең жаман қызың Шалқардай болсын. Қыздарың Кларадай болсын. Сөйтіп қара шарықтың иесі болсын. Шәке, 60 жасы құтты болсын. Ұланаға дейін да, баяғы заман болса, Шалқар ағам ел басқаратын адам еді ғой дейін да, қалай дейсіздер ма? Бұл кісілер енді бесеу білесіздер. Атадан алдау туады дегендей бір қауым бала-шаға бар, ертең аманаттау керек қой. Тізгінді. Сонда айтады екен ғой, билікке кім лайық дегенде. Үлкен бала би бола алмайды, алдында қаймығары жоқ. Кіші бала би бола алмайды, артында қайырлары жоқ. Не болса да алдында қаймығатын ағасы бар, артында қайырлатын інісі бар, билікке ортаншы бала лайық деген ғой. Золотая середина ғой мына кісі. Сол үшін бір шапақтап қойсаңыздар болады ағай. Иә, дұрыс. Жағдайды, положениені алыстан көріп бәрін өлшей алатын адам да бұл кісі. Қуаныш, саған да рахмет айтамын. Алла разы болсын, әрқашан осындай тойымызды жарқыратып өткізіп бересің. Тек творчествоға табыс тілеймін. Отбасыңа амандық, бала-шағаң қызығын көріп жүре бер. Мына қуанышқа қуанышым шексіз. Алла разы болсын. Жаңағы ақын біздің жақсылығымыз, әр жақсылығымызда осы қуаныш бауырымызды шақырып, осы біздің жекеменшік асабамыз десек те болады. Алла саған ұзақ ғұмыр берсін. Осындай той әрқашан қуаныш болып жүре берсін, атыңда қуаныш деп жақсы қойған екен әкем. Не дейміз, рахмет. Осы кісіні жарқыратып күтімін жасап жүрген өзіңіз ғой, жеңеше. Сондықтан жақсы ауызға жақсы сөз жарасар деп сізге тілер дұғамыз. Орасан көп қасыңызда ағамыз аман жүрсін, қаңбақ шамдай қауқиған қара шал болып деп дұғал шапалап ұрып қойыңыздар ағайын. 60-қа келдіңіздер, бәрін де көрдіңіздер, бәрін де сендіңіздер, бәрін де бердіңіздер. 60-қа кетсек екен, енді біздер деп Мұзбалақ Мұғағали айтпақшы, 60 жасты тойлау кейінгі жастарға нәсіп болсын. Алла баршамыздың басымызда жақсылықта қоссын ағайын. Тойда жолығайық.